Бүгін біз әлемнің ең керемет жерлерін зерттейміз. Мен сіздермен бірге планетамыздың ең таңғажайып жерлерін аралап, олардың тарихы мен мәдениеті туралы білетін боламыз. Дайынсыз ба? Әрбір жер бізге өзінің ерекше сұлулығымен және керемет әңгімелермен таң қалдырады. Біз ежелгі қалалардың қирандыларын аралап, табиғаттың керемет көріністеріне таңданатын боламыз. Сіздердің саяхатқа деген құштарлығыңызды оятып, әлемді жаңа қырынан көруге шақырамын. Кеттік! Біздің алғашқы аялдауымыз Перудегі Анд тауларының биігінде орналасқан ежелгі Инка қаласы Мачу-Пикчу. Бұл керемет қала 15 ғасырда салынған, бірақ бір ғасырдан кейін испандықтардың жаулап алуынан кейін тастап кеткен. Мачу-Пикчу ғасырлар бойы бұлттар мен джунглилердің арасында жасырынып, тек 1911 жылы әлемге қайта оралды. Бүгінде ол ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне енгізілген, және миллиондаған туристерді өзінің құпияларымен және сұлулығымен тартады. Енді біз Америка Құрама Штаттарына барамыз. Онда табиғаттың ең керемет туындыларының бірі Гранд Каньон орналасқан. Колорадо өзені миллиондаған жылдар бойы бұл керемет каньонды ойып, бізге табиғаттың күші мен әсемдігін еске салады. Гранд Каньонның шетінде тұрып, оның кең көлеміне таң қалмасқа болмайды. Каньонның тереңдігі шамамен 1,16 километр, ал ұзындығы 446 километр. Бұл жерде сіз жердің тарихының миллиардтаған жылдарын көре аласыз. Chapter 3 Эйфель мұнарасы Махаббат қаласының символы. Келесі аялдауымыз Францияның жүрегі Махаббат қаласы Париж. Мұнда әлемдегі ең танымал құрылыстардың бірі Эйфель мұнарасы орналасқан. Бұл темір мұнара 1889 жыл әлемдік көрмеге арналып салынған және оның инженер Густав Эйфельдің атымен аталған. 330 метр биіктіктегі Эйфель мұнарасынан Париждің керемет көрінісі ашылады. Бұл жерден сіз Лувр музейін, Триумфальдық арканы және басқа да көптеген көрікті жерлерді көре аласыз. Chapter 4 Ұлы Қытай қорғаны Айдаһардың арқасы. Енді біз Азияға Қытайға сапар шегеміз. Онда әлемдегі ең үлкен құрылыс жобасы Ұлы Қытай қорғаны орналасқан. Бұл қорған бірнеше ғасырлар бойы салынған және оның ұзындығы 21 мың километрден асады. Ұлы Қытай қорғанын салуға миллиондаған адам қатысып, ол көшпенді тайпалардың шабуылынан қорғану үшін салынған. Бүгінде бұл қорған Қытайдың ұлттық мақтанышы және ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне енгізілген. Chapter 5 Сидней опера үйі, Желкендер патшалығы. Біздің саяхатымыздың соңғы аялдауы Австралия, Сидней. Мұнда әлемдегі ең танымал архитектуралық ғимараттардың бірі Сидней опера үйі орналасқан. Бұл ерекше ғимарат 1973 жылы салынған және оның дизайны желкенді қайықтарды еске түсіреді. Сидней опера үйінде опера, балет, театр және басқа да көптеген мәдени іс-шаралар өткізіледі. Бұл ғимарат Австралияның мәдени символы және оны жыл сайын миллиондаған туристер келіп тамашалайды. Аутро. Жаңа саяхаттарға дайындық. Бұл әлемнің ең керемет жерлері болды. Әрбір жер бізге өзінің ерекше сұлулығымен және керемет әңгімелерімен есте қалды.